Сәлем достар, ертегілер еліне саяхат атты бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бақытты басқа тепкен адам жайлы ертегі оқып беретін боламын. Бірге тамашалайық. Бағдат шаһарында бір жігіт болған екен. Бір күні түсінде қызыр жолығып, мен Ніл дариясының жағасында бір бәйтеректің қасында тұрамын. Сен маған кел, саған батамды беремін. Сен бақытты боласың, депті. Жігіт оянып көзін ашса, таң атып келе жатыр екен. Жігіт, япыр-ау, бұл түсім қалай түс, мүмкін рас түс болып шығар. Мен сол бәйтерекке барып көрейін, деп шаһардың ұзын көшесімен жүгіре басып келе жатса, Бағдат шаһарының патшасы терезесін ашып қойып, көшеге қарап отыр екен. Асыға бара жатқан жігітті көріп патша шақырып алады. Сен, жігіт, жұрт тұрмай асығып қайда барасың? Бір нәрсеге қуанып барасың ба, я болмаса бірден қорқып барасың ба? Жігіт, тақсыр патша, мен бүгін қызырды көрдім. Ол кісі маған сен Ніл дариясының жағасында, бір бәйтеректің қасында тосамын. Сен маған кел, мен батамды беремін. Содан соң сен бақытты боласың, деді. Осы түсім рас болар деп, сол қызырды іздеп барамын, дейді жігіт. Патша, олай болса түсің қайырлы болсын, расқа шықсын. Егерде қызырға жолықсаң, саған мен бір аманат сөз тапсырайын. Мен осы Бағдат шаһарының патшасымын. Менің қол астымдағы елім егін салады. Бірақ егіндері көк сабан болып жетілсе де, бастарына дән болып, ештеңе бітпейді. Соның мәнісін қызырдан сұрай кел. Келген соң қызырдың не дегенін маған айт, дейді. Жігіт сұрамақшы болып патшамен уәде қылып жүріп кетеді. Жүгіре басқан жолмен шаһардың шетіне шығады. Шаһардың шет жағында Бағдаттың бір байы бар екен. Бай ерте тұрып, қорасының қасындағы бақшасын аралап жүріп, асыға жүгіріп бара жатқан жігітті көреді. Бай, бұл неткен адам деп шақырып жөн сұрайды. Бай, сен жүрісің өте асығыс қой, бір нәрсеге қуанып барасың ба, я болмаса бірдеңеден қашып баратсың ба? Маған жөніңді айт, дейді. Жігіт мұндағы патшаға айтқандай көрген түсін баяндайды. Бай, олай болса түсің қайырлы болсын, егерде қызырға жолықсаң, саған мен бір аманат сөз тапсырайын, соны қызырдан сұрай кел. Менің бір егін салатын жерім бар, егінім бойға жетіп шығады, басына дән де бітпейді. Бірақ дәні көк бойында солып адам пайдасына жарамай қалады. Соның себебі не екен? Жігіт сұрай келуге уәде қылып жүріп кетеді. Шаһардан 4 шақырым шыққан соң жолдың қасында бір айдақарға кездеседі. Айдақар жігітті қасына шақырып алып, «Иә, адам баласы, сен осыншама асығып қайда барасың? Бара жатқан сапарыңды маған айт», дейді. Сонда жігіт манағы патша мен байға айтқандарын айтады. Айдақар, олай болса жігітім, түсің қайырлы болсын. Егерде сен қызырға жолықсаң, мен бір аманат сөз тапсырайын, сол сөзімді сұрай кел. Мен 7 жыл болды, осы жолдың қырында ауырып жатырмын. Істемеген емім жоқ. Соңында бірі қонбады. Менің ауруыма не ем болар екен, дейді. Жігіт, жарайды, патша мен байдың да сіз сияқты тапсырған аманат сөздері бар еді. Баршаларыңыздың сөздеріңізді түгел сұрай келейін, дейді. Айдақар, патша мен бай қандай аманат сөз тапсырды? Жігіт айдақарға патша мен байдың аманаттарын жасырмай айтып, айылдамай жүріп кетеді. Содан жігіт жүгіре басып, түсінде айтылған жерден қызырды табады. Барып сәлем беріп сөйлеседі. Қызыр, ал жігітім, жай қолыңды, батамды берейін, дейді. Жігіт қолын жайып қызырдың батасын алады да, және 2 адам бір айдақар сізден сұрай кел деп аманат сөз тапсырып еді. Соны сұрауға рұқсат бола ма? Сұраңыз, дейді. Сонда жігіт патшаның, байдың, айдақардың тапсырған сөздерін бастан аяқ айтып береді. Қызыр олардың сұрағанын сөздерін естіп болып, манадан жауап береді. Патшаңа айт, қол астындағы елінің салған егіні піспей қалатын себебі? Патша бой жеткен қыз. Ол өзіне қарсылық қылып, ерге шықпай отыр екен. Егерде ерге шықса, қол астындағы халқының дәні піседі. Екінші байға айт, байдың егіні шығып, дәні піспей қалатын себебі, егін салған жерде ат басындай алтын бар екен.
сол алтынды қазып алса, жер астындағы алтынның буы тоқтап, егіні дән бойлап пісетін болады. Үшінші, айдаһарға мынаны айт: 7 жылдай ауруына ем қонбаса, бақытты басқа тепкен адамның басын жесін, сонда ауруыдан жазылады екен. Қызыр осы сөздерді айтып ғайып болады. Жігіт қуана-қуана бала шаһарына қайтып келеді. Үйіне бір күн қонып, патшаның аманатын тапсырған сөзін мәнін айтқалы патшаға барады. Патша: қызырға жолықтың ба? Менің аманат сөзімді сұрадың ба? дейді. Жолықтым, сіздің сұрағыңызға берген жауабы мынау: сіз өзіңіз бойжеткен қыз екенсіз, еркек киімін киіп, патшалық құрып жүр екенсіз. Сіздің бойжетіп ерге шықпағанның кесірінен елге тиіп, елдің егіні шықпай жүр екен. Қызыр өз еліндегі бір жігітке тиісін деді. Қызыр: ақсақал, осылай деген рас болса, мен қыз едім. Ерге шықпаған кесірі еліме тиіп жүр екен. Онда мен ерге шығайын. Сен мені ал, менің орныма патша болып таққа отыр, дейді патша. Жоқ, мен сізді алып патша болмаймын. Қызыр: ақсақал, бата берген соң бақыт, дәулет өзі де қонады, деп жігіт патша қызды алмай шығып кетеді. Сонан кейін байға барады. Байға да Қызыр айтқанын айтады. Қызыр: олай деген болса, мен сізге сол аманатты сыйладым. Сен сол алтындарды барып қазып ал. Менің басқа дәулетім өзіме жетеді, дейді бай жігітке. Сонда жігіт: мен Қызырдан бата алған кісімін, маған бақ дәулет өзінен ақ келеді. Жер қазып бейнеттенетінім жоқ, деп жігіт енді ауру айдаһарға келеді. Қызырдың айтқанын оған да айтады. Сонда айдаһар: патшаның, байдың тапсырған сөзін Қызырға айттың ба? дейді. Айттым. Олар саған не айтты? Патша маған үйленіп орныма патша бол деді. Бай: өз дәулетім өзіме жетеді, алтынды сен қазып ал, деді. Мен Қызырдан бата алғаннан кейін бақ дәулет өзіне қонады, деп патшалығын да алтынын да алмадым, дейді жігіт. Сонда айдаһар: әй ақымақ, патшалық бақыт еді, алтын дәулет еді. Маған Қызыр бақытты басқа тепкен адамның басы ем десе, сенен артық бақытты басқа тепкен адам табылмас, деп жігітті бас салып, басын шайнап жұтып жіберіпті. Я достар, осымен біздің ертегіміз аяқталды. Әр аптаның сәрсенбі күні жолыққанша аман сау болайық.